Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай сары өріктен әдемі сок жасайтын боламыз. Натуральный сок. Дәмі өте ерекше. Жасап көріңіздер. Цветі де әдемі шығады. Ол үшін бізге осындай сары өрігіміз қажет болады. Сүйегінен ажыратылған және де жуып тазартылған. Менде бұл жерде 2,5 килограмм өрік тұр. Енді осы өрікті осындай ет тартқыштан тартып аламыз. Немесе блендер болса, блендермен ақ езіп алсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып қойсаңыздар екен. Мінекей тартылған өрігімізге 2 еселеп су құямыз. Яғни 2,5 килограмм өрікке 5 литр су құятын боламыз. Енді осы сумен араласқан өрікті кастрюлемізге құйып қайнататын боламыз. Өрігіміз қайнады. Енді осыны басқа ыдысымызға сита қойып, осылай сүзіп аламыз. Ішіндегі өріктің қабықтарынан бөліп аламыз. Бөліп алғаннан кейін қайтадан кастрюлемізге құйып, тағы да бір қайнатамыз өрігімізді. Және осы кезде қайнаған кезде құмшекерімізді салатын боламыз. Әркім өз тәттілігіне қарай, өз құмшекерінің килограммына қарай қоссаңыздар болады. Мен астына описаниеге жазып кететін боламын 2,5 килоға қанша құмшекер салғанымды. Және де мінекей 15-20 минут қайнатқаннан кейін осындай біздің согымыз дайын болады. Банкіге жауып қысқа сақтасаңыздар да болады. Және де осындай баклажкаға құйып, тоңазытқышқа салып, мұздатып қазір де ішсеңіздер болады. Дәмі өте әдемі шықты. Түсі де әдемі шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңыз да жасап көріңіздер.